жалпы көшбасшылары деп отырмыз. Әрбір сыныптың өздеріңіздің таңдап алған көшбасшыларысыздар, иә? Енді отырсыздар, иә? Біздің тақырыбымыз қандай тақырып? Мектеп мәдениетін қалыптастырудағы құндылықтардың рөлі. Жалпы осы негізгі құндылықтар. Құндылық деген сөздің өзін қалай түсінесіздер? Енді біздің мектебіміз бар. Мектебіміз бір отбасымыз біз бәріміз. Менің бүгінгі айтылған сөздерімді сынып көшбасшылары өз сыныптарыңызда тарқатып, келесі алдағы тәрбие сағатында, сынып сағатында осы тақырыпты талқылайтын боласыздар. Жақсы ма, келістік пе? Келістік. Енді жалпы құндылық деген сөздің өзін кім қалай түсінеді? Ойланды, еркін айта беріңдер, еркін отырыңдар, ешқандай не жоқ. Қате, дұрыс, бұрыс деген мағына жоқ бұл жерде. Әркімнің өзінің айтуға ойын құқығы бар. Ол және әркімнің пікірі құнды. Ал бірінші бізде ең құндылықтарын жылытып келеді ғой енді. Сенсіпеушілік, достық, адалдық. одан кейін кіші отанымыз біздің не? Кіші отандар отбасы, мектеп, иә? Одан кіші отбасы сендердің сыныптарың. Мектептегі қалыптасқан құндылықтар бар, және әрқайсының өздерінің сыныптарында қалыптасқан құндылықтар. Әлихан, сендердің сыныптарында қандай құндылыққа аса назар аударады? Тәртіп бар, иә, сыныпта? Ауызбіршілік, көмек көрсетесіңдер ме бір-бірлерге? Осы құндылықтар қалыптасқан, иә? Әр бала соған атсалса ма? Сыныпта қанша бала бар? 26 бала бар, барлығы атсалса. Жақсы, өте жақсы, керемет. Оған келіп, көмектесіп, тақырып бойынша қандай да бір ақпараттарды беру, оған жаңағындай поддержка дейді ғой. Солай біз егер де шындап жіберетін болсақ, то барлығы жақсы болады. Сол сияқты біздің мектептің де миссиясы бар. Мектепті біз тірі организм деп қабылдасақ, алсақ. Жалпы мектептің миссиясы не сонда? Ұлттық құндылықтар жақсы бастады. Жалпы адамзаттық құндылық бар. Ол көмек көрсету, адамгершілік қасиет, ол бүкіл халыққа ортақ құндылық қой. Ал ұлттық құндылық біздің салт дәстүрімізді сақтау, тілімізді сақтау, тілімізді сақтау, мәдениетімізді, салт дәстүрімізді, тарихымызды білу. Себебі біз Абай атындағы және біз гуманитария бағытымыз, негізі. Сондықтан да біздің басым бағытымыз біз қазақ тілі мен әдебиетін сағат оқимыз. Өзінің емес, өзінің сабақ білу, сонымен қатар өзінің дұрыс айтады, өте жақсы, өзгені емес, өзіңді тыңдай жүру керек, өзіңді дамыту керек. Өзі дамыта алады деген, мысалы, қазір сіздерге мұғалімнің көмегімен дамуыңыз мүмкін, ол өзін-өзі дамытуға не жатады? Өзіңнің хоббиіңмен айналысу, сүйіктісіңмен айналысу, кітап оқу, өзіңді дамыту. Сосын өз бетінше сабағыңды оқу, сосын түрлі іс-шараларда көрсету, қатысу, өзіңді жақсы, көшбасшылық қасиетін дамыту. Осы уақытта адам ешқашан тоқтамайды үйренуге, сондықтан өзін-өзі дамыта алады. Ал зияткер деген кім? Зияткер деп кімді айтады? Дарынды, зият деген дарын, жан-жақтылық. Жалпы зияткер деген сол интеллектуал деген сөзді түсінесіздер ма? Вот соның қазақшасы зияткер. Интеллектуальные игры дейді ғой, зияткер болу. Яғни зияткер, интеллектуал адамды зияткер деп айтады. Сіздер зияткерсіздер ма? Интеллектуалсыздар ма? Зияткерсіздер, иә? Жақсы. Міне сондай зияткер тұлға даярлау. Енді біздің миссиямыз жүзеге асып жатыр ма деген сұрақ. Асып жатыр, иә? Қай жерде көресіздер оны асып жатыр? Нақты айтыңыздар. Шараларда, мысалы, нақтырақ айтсаңыз. Мысалы алдында крестьян жарыс болды дегенде өздерінің күнделікті жағынан сынақ болды. Жақсы, жеңіске жетіп жатыр, Абай барысы деген сияқты өтті, иә? Жақсы. Ұлттық құндылықтарымыз жүзеге асып жатыр ма? Домбыра, күрес, наурыз тойлаймыз ба? Тойлаймыз. Шараларымызда сондайларға бағыттайды. Абайды дәріптеуге арналған шараларымыз болады, иә? Сол сияқты ұлттық құндылықтарымызды арқылы келіп жатырмыз. Зияткер тұлға даярлап жатырмыз, өзін-өзі дамыта алатын. Өздеріңді дамытуға мүмкіншілік бар ма? Бар. Мектепте бар ма? Бар. Ендеше біздің миссиямыз жүзеге асып жатыр ма? Жүзеге асып жатыр. Енді оны ары қарай дамытатын да ол сіздер. Осы миссияны ұмытпаймыз. Миссияны айтамыз. Ұлттық құндылықтар арқылы өзін-өзі дамыта алатын зияткер тұлға даярлау. Жақсы, жарайсың. Айта ғой. ұлттық құндылықтар арқылы өзін-өзі дамытатын зияткер тұлға даярлау. Жақсы. Осыны ұмытпаңдар балалар, түсіндіңдер ма? Біздің жақсы, миссия өзгеруі мүмкін ба негізі мектептің?
өзгеруі мүмкін. Қай уақытта өзгеруі мүмкін? Соған мақсат нақты жеткен кезде ешкімге өзгерістерге ұшырауы. Ол миссияны таңдады мұғалімдер негізі. Мұғалім қатысты оны таңдауға, жасауға сол миссияны. Неге қарап таңдайды? Мектептің ерекшелігі кіреді, оған құндылықтары кіреді, мектептің жақсы ерекшелігі, бағыты мектептің дұрыс. Соларға қарай отырып, мектеп сосын мүмкіншілігіне қарай. Мүмкіншілігі да кіреді оған. Мүмкін ба, ол мүмкін емес па нәрсе? Олардың соған да қарай. Болды. Жалпы мектептің өздерің айтып өттіңіздер, мектептің құндылықтарын айтып өттіңдер. Қазір алдарыңызға мынандай A4-тен береміз. Бір топсыздар. Төртеуіңіз. Ақылдасып, сен аяққа қарай жатырсың. Мектепте көрініс табатын құрмет деген құндылық қай жерде көрініс табатын? Соны бір 5 минут. Шығармашылық, жазып алыңдар, төбесіне. Шығармашылық. Келесі, жасыма құрмет, жауапкершілік, әділдік, ынтымақтастық, шығармашылық. Уақыт кетті, 5 минут. Қай жерде көрініс табады? Сұрақ түсінікті ма? Осы құндылық қай жерде мектепте қандай жағдайларда көрініс табады? Тапты немесе осыған дейін. Бізге берген сөз бұл құрмет. Яғни біз құрметті мектепте әртүрлі жерлерден көре аламыз. Мысалы, бір-бірін тыңдау деген сияқты біз мұғалімді тыңдаймыз, және басқалардың ойларын да тыңдаймыз. Сол арқылы біз бірімізге құрмет көрсетеміз деп айтамын. Әр адамның сөзін тыңдай білу керек, оны білмеу керек. Әр адамның ойы маңызды. Және құрметке бізге үлкен кісілермен амандасу, яғни мектепте ұстаз, бізге беретін ұстаз болсын, бермейтін ұстаз болсын, мектептің ішіндегі үлкен кісімен амандасу керек. Ол қонақ болсын, мұғалім болсын, ол кісіге құрмет танытып, ол кісімен амандасу керек. Және содан кейін бізде бір-бірін бағалау, адам жақсылық істегенін құрметтеп, оны тыңдап және оны бағалау керек. Бізге берілген ұлттық таңдау ол жауапкершілік. Жалпы мектепте қай жерден байқаймыз? Бірінші ол көшбасшылықта. Біз мына жерде мысалы барлығымыз жиналған лидерлеріміз. Біз мысалы біздің сыныбымыз үшін, сыныптастарымыз үшін жауапкершілік сезінеміз. Екінші жазылған нәрсе бұл жерде белгілі бір іс-шараға қатысқанда, мысалы жобаға, олимпиадаға, бір облыстық деңгейде бір нәрсеге қатысатын болсақ, біз мектебіміздің жауапкершілігін сезінеміз. Тіпті қарапайым мектепшілік іс-шаралардың өзінде біз мұғалімдердің берілген тапсырмалары бойынша жауапкершілік сезінеміз. Жұмысын бергенде тапсырма орындарында жауапкершілік атқарамыз. Оқушылар жиналысы уақытында қазіргі старосталар жиналысының өзі біз үшін жауапкершілік. Себебі біздер директор мұғалімдер айтқан уақытта егер старосталар жиналысы болса міндетті түрде келуіміз керек. Себебі ол біздің жауапкершілігімізді және міндетімізді жеткізеді. Бізге берген сөз әділдік сөзі. Әділдік бізде мұғалім мен оқушының арасында орнайды. Мұғалім әр оқушыға тең қарау керек әділдікпен. Біреуді кемсітпей, біреуге жақсы баға қойып, біреуге жаман баға қоймау керек. Барлығына әділдікпен қарау керек. Әділдік іс-шарада қарастыру керек. Әр оқушыға тең мүмкіндік беріледі. Ол ғылыми жоба болсын, спорттық жағынан болса да, оқушының еңбегіне қарай жеңімпаз анықталады. Сыныпта да әділдік сақтау ол өте маңызды болып келеді. Бір-бірінің ойларымен, тың идеяларымен бөлісіп, сонымен қатар басқаларына бірдей тыңдап, кемсітпей, қорламай, бәрін бірдей қарау, ол әділдікке де кіреді. Жақсы, рахмет. Өте жақсы. Әділдік, ынтымақтастық мектеп ішіндегі әртүрлі іс-шараларда орын алады. Яғни сонымен қатар мектеп ішінде ғана емес, ол біздің парламент ұйымында да болады. Ол дегеніміз парламент ішінде бір-бірімізді тыңдай білу, өз идеяларымызбен бөлісіп, осы кезде ынтымақтастық орнайды. Сонымен қатар ынтымақтастық бізде парламентпен қосқанда сыныпта да болады, әр сыныпта бір-бірімен бірлесіп, ешкімді бөлмей, жармай, бірге жұмыс жасайды. Және ынтымақтастық бізде ұстаздар мен оқушылар арасында болады.
бір шараға дайындалған кезде біз бәріміз бірігіп сол шараға дайындаламыз. Бізге берілген тақырып шығармашылық тақырыбы. Біз бұл шығармашылық дегенді былай жалпы алған кезде біздің мектебіміз гуманитарлық бағыт болғандықтан және де жан-жақты балалар, дарынды балалар жиналғандықтан шығармашылық тақырыбы жақсы қозғалады деп ойлаймын. Біріншіден, біздің шығармашылығымыз іс-шараларда түрлі идеялар арқылы көрінеді. Шығармашылық бұл тек қана өнерде ғана емес, күнделікті өмірде де, ғылымда да, техникада да болып жатады. Және де біз шығармашылықты өзін дамыту ретінде біз солай ойлаймын өзімде. Шығармашылықта тағы біз түрлі байқау жарыстарды, мұғалімдерден берілген тапсырмаларды орындауда және өнермен өзін-өзі дамыта алу. Мүмкіншілік бар ма шығармашылықты дамытуға мектепте? Мысалы, бізде сонымен қатар әр баланың бойында бір ғана емес, түрлі көптеген шығармашылық бағыттары қамтылған. Олар түрлі республикалық, облыстық жарыстарға да барып, түрлі халықаралық сайыстарға да шығуға көптеген мүмкіндіктер жасалған. Сіздерге ең соңғы тілек-сөздердің бірі ол бізде сенімділік. Жалпы сенімділік дегеніміз не? Сенімділік дегеніміз ол бізге былай моральдық тұрғыдан да, психикалық тұрғыдан да бізге сенімділік білдіретін және де біздің жоғарғы бір қандай бір жетістікке жетуімізге бір ынталандыратын зат, иә. Мысалы, сенімділік деген заттарды, көріністерді біз мектепте қай жерден көреміз? Ең бастысы өзіне өзі сену арқылы біз алға қойған мақсаттарымызға жете аламыз. Одан кейін барып келесі жазылған сенімдерге жете аламыз деп ойлаймын. Олимпиада жарыстардан неге сенімділік болады себебі қолдаушылар адамдардан мүмкін мына бала жеңеді деп сенім болады. Тек ол адамдар емес, біз өз-өзімізге сеніп, мен жеңемін деп сенімділікті таңдаламыз. Сенімділік деген сол екі адам арасындағы байланыстар ғой. Мысалға біз сыныптың ішінде оқушылардың арасында бір-біріміздің жаңа құрбыларымызға деген сенімділік болады. Кейін өзіміздің мысалға ұстаздарға деген ұстаздардың оқушыларға деген сенімділігі болады. Мысалға сендер жаңағы айтып жатыр ғой, ғылыми жобалар, зерде деген сияқты неше түрлі олимпиадалар болып жатады біздің мектепте. Осындай сенімділік деген сол ұстаз бен оқушы арасындағы, жалпы адамдар арасындағы байланыс болып табылады деп ойлаймын. Жақсы. Мына жерде мынау не? Бұл не жүрген? Адамның жүрегі. Адам тамырлар, қан тамырлары, иә? Жүрек, мына жерде қан тамырлары. Енді қазір елестетіңіздер, өздеріңіз жазасыздар, қайсы стикер. Мынау мектептің жүрегі деп елестетіңіздер. Осы стикерге не жазасыздар қазір? Мектептің жүрегін, мынау ауруға шалдықты деп ойлаңыздар, мектептің жүрегі. Ауруға шалдықты. Яғни, жаңағы амандаспайды, үлкенге құрмет көрсетпейді деген сияқты, олар диагноз аурулар. Осының барлығы жиналды сол мектепте. Мектептің жүрегіне. Мектептің жүрегі қазір ауырып тұр. Сондықтан да өздеріңіз осыны ойланыңыздар да, жалпы мектептің жүрегі осындай жағдайға тап болған кезде қалай ем көрсетуге болады. Жалпы алған ойларыңызды сол стикерге жазып осыған жабыстырасыз. Түсінікті ме? Нақты тағы бір ауру қалай емдеуге болады? Жалпы адамдардың Жақсы, ұлттық құндылықтарды, адамдардың мектептің миссиясына жұмыс жасау, иә? Құндылықтарды насихаттау, сонымен қатар өзгелерге де сол арқылы бағыт-бағдар береді. Жақсы, үлгі болу өте жақсы. Барлық адам адамгершілік. Жақсы.